Күн құрметті Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапхананың оқырмандары, алаш арыстарын еске алу күні 31 мамыр екенін жақсы білеміз. Бүгінгі күні алаш арыстарының бірі қазақ әдебиетінде мол мұра қалдырған ақындардың бірі Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығын зерделеуге арналады. Әрине, Мағжан шығармашылығын бастамас бұрын Абайдың сөздерін тілге тиек етуіміз заңды деп ойлаймын. Абайдың адамның баласы бауырың, атасының баласы дұшпаның деген өзінің сөзі бар. Яғни, атаңның баласы болма, адамның баласы бол дегенді тілге тиек етіп отырады. Неге Абай атасының баласы мен адамның баласын қарама қарсы қойды? Өйткені атасының баласы ол өзінің әкесінің айтқаннан шыға алмайтын, соның шылауында қалып қойған, өзінің бір жеке ой пікірі жоқ тұлғаны елестетеді. Ал ондай адамдар ертең қоғамға өзінің зардабын тигізбей қоймайды дейді. Ал адамның баласы ол елге пана болатын, елдің қамын ойлайтын саналы азаматтар дейді. Осыған байланысты Мұхтар Әуезовтің бөлтірік арланның соңынан ақылдылығынан ерімейді деген сөзі бар. Яғни, бөлтірік белгілі бір инстинкт деңгейіндегі әрекетті жасайды. Арлан алдында кетіп бара жатса, ол да соңынан ереді, өйткені ода инстинкт бар. Ал адамда сана бар. Сондықтан да адамның баласы болу ол үлкен парыз, үлкен міндет деп есептейді Абай. Сонымен қатар пайда ойлама, ар ойла, артық ғылым кітапта деп айтады. Әрқашанда Абайдың сөздеріне қарап отырсақ, пайда ойламай ар ойласаң, онда сен жақсылардың, озықтардың қатарында боласың дейді. Ал арыңды ұмытып пайда ойлайтын болсаң, онда сенің еліңе бұл жақсылық әкелмейді. Елің сенен үмітін үзеді. Және де өзіңнің бас пайдаңды ойлайтын болсаң, елдің мүддесі жай қалады деп айтып отырады. Қарап отырсақ, Абайдан бастап оған дейінгі, одан кейінгі ақын жазушылардың барлығының айтатыны білім қу, ғылымды игер, өнерді үйрен, жаманнан жирен. Міне осы принципті ұстанған ақын жазушылардың шығармашылығы біздің оқушыларға әрине мәдени танымдық адамгершілік тәрбие беретіні анық. Ал осы ақын жазушылардың шығармалары бізге әрине әдебиет арқылы келеді. Жалпы әдебиет ол тек қана көркем мәтінді игеру ғана емес, сонымен қатар бұл тәрбиелеу құралы. Жай ғана әдебиетті, сөздік қорды байытып қоймай, сонымен қатар адамгершілік қасиеттерге баулиды, оқушының эстетикалық талғамын қалыптастырады. Оқушының тілдік немесе әдеби білімін ғана емес, сонымен қатар оның рухани әлемін, ойлау қабілетін, білігі мен дағдысын дамытады. Сондықтан да әдебиет тәрбиелеуде маңызды құрал болып есептеледі. Қазіргі жастарды біз осы әдеби шығармалар арқылы, көркем шығармалар арқылы баулимыз. Жалпы әдебиет жай ғана тарихи кезеңдерді көркем бейнелеп қана қоймай, жастарды ерлікке, батырлыққа үгіттеп, адамгершілік қасиеттерге бағыттайды. Мағжан Жұмабаев поэзиясы арқылы біз ұлттық рухты танимыз. Елге пана болатын, озық жақсылардың қатарында болғың келсе, Мағжан да айтады: өнер қу, ғылымды игер, білімді үйрен, білім ал. Яғни, оқушылар осы шығармаларды тану арқылы өздеріне бір шынымен де бағдар алады. Мағжан жастарға көп сенім артады. Көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін дейді. Көздегені көк аспан деген сөздің мәні ерекше. Өйткені жастардың алысқа қарап, шынымен де биікке қарап, олардың білім, ғылым игеруіне жол ашуымыз керек деп айтады. Жол ашық деп айтады.
кез келген заманда білімді игерген адам ол әрқашанда өзінің өмірде қоғамда орнын табады. Осыған қатысты Мағжанның білімі мол бұйымды, қайда барса сыйымды деген сөз бар. Ал сыйымды болу үшін, білімді болу үшін жастық алтын, құрып қал салтын, салты оның үйрену дейді. Мағжан осы білімді, ғылымды үйрену, өнерді игеру арқылы адамның биік белеске, мол жетістікке жететініне кәміл сенеді. Жастарға жаннан қымбат оларға ар деп арды Мағжан бірінші қояды. Абайда пайда ойламай ар ойласаң, жақсылардың, озықтардың қатарында боласың. Елдің мүддесін ойласаң, әділеттікке талпынсаң, шынымен де биік белесті бағындыру ол оңай істегенді тілге тиек етеді. Жалпы осы кез келген ақын жазушылардың, ұлы тұлғалардың шығармаларын алатын болсақ, олардың барлығында садап философиясы айқын танылады. Жалпы садап философиясы дегеніміз не? Абай, Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп, Мағжан шығармашылығында сөздің басында айтып кеттім, ғылым білімді игеруге үгіттейді. Осыған байланысты Мәшһүр Жүсіптің ұсынған садап философиясы бар. Наурыз айында Абрахмет деген жаңбыр жауады екен. Сол Абрахмет жаңбырының бір тамшысы теңіз түбінде жатқан ұлудың қабыршағына жетеді екен. Сол тамшы тамғаннан кейін ұлу аузын жаба қояды екен. Сол тамшының арқасында ұлудың ішінде інжу пайда болып, ол аузын жауып қараңғы жерде жата бергеннен кейін ол дүр гауһарға айналады екен. Яғни оның құны артады деген сөз. Сонда Мәшһүр Жүсіп ғылымды Абрахмет жаңбырына теңеп тұр. Яғни садап философиясы дегеніміз осы. Кез келген заманда өзінің өзектілігін жоймайтын ол әрине білім, ғылым, өнер. Яғни өнер, білім жер астында жатса дағы соны игер деп үгіттейді Мағжан. Яғни маңдайыңнан ақпай тері ешқанда сен бейнеттің зейнетін көре алмайсың дегенді тілге тиек етеді. Сонда біз Мағжан шығармашылығы арқылы жалпы алаш арыстарының елге жасаған қызметін тану арқылы біз елдің мәдениетін, болмысын, тарихын айқын танимыз. Сол алаш құрбандарының арқасында, солардың еңбек жолының, өнер жолының, олардың пайда ойламай арды бірінші орынға қойғанын олардың шығармашылығынан айқын танимыз. Сол үшін олар елдің осындай мүддесін қорғаған үшін құрбанға айналды. Олардың айтатыны әрқашанда менікі бүгін емес, ертең үшін деп айтып отыратын әрқашанда. Ертеңгі болашақ үшін, жастар үшін деп. Десе, Мағжан, мен жастарға сенемін, олар міндетті түрде көздегені көк аспан болғандықтан, арды бірінші орынға қойғандықтан, иман оларда күшті болғандықтан, шынымен де алаш аты міндетті түрде аспандайтынына Мағжан сенеді. Оны мен жастарға сенемін шығармашылығы арқылы бізге жеткізеді. Бүгінгі күні шынымен де көздегені көк аспан, жаннан қымбат оларға ар деген жастардың қарасы көбейіп келе жатыр. Елде білім алып, шетел асып білім алып, бүгінгі күні елдің мүддесін ақтап, пайда ойламай, ар ойлайтын жастар бүгінгі күні әрине өсіп келе жатыр. Дегенмен елдің еңсесінің биік болуына да осы рухани тірек қажет. Осындай рухани тіректі, ұлттық құндылықты біз кез келген ақын жазушылардың шығармаларынан аламыз. Енді осы ұлттық құндылықты біз оқушылардың бойына қалай сіңіреміз деген сұраққа жауапты біз осы әдебиеттен
іздейміз. Яғни ұлттық құндылық ол белгілі бір халықтың тәжірибесі, мәдениеті, тілі, рухани дүниетанымы, бір қалыптасқан салт дәстүрі, тарихы, болмысы, ұлттың жаны, ұлттың қаны. Яғни осы қасиеттер арқылы еліміз өзінің бейбіт өмір әрі қарай таза қалпында, бейбіт күнде әрі қарай жалғасатынына да сеніміміз мол. Сондықтан да Мағжан шығармашылығын, Алаш арыстарының еңбегін бағалау, құрметтеу, ол бүгінгі қоғамның негізгі міндеті. Сол адамдардың қадірін білу, оларға деген құрмет сезімді жастардың бойына ұялату ұстаздардың негізгі міндеті болмақ. Бабалардың ерлігі, ақын жазушылардың құнды қазынасы және жастардың жасампаздығы арасында сабақтастық болса ғана еліміздің еңсесі биік болады. Пайда ойламайтын арлы азаматтардың қарасы көбейетініне сеніміміз мол. Алаш арыстарының еңбегін құрметтейік. Олар ұстанған принципті әрі қарай жалғастырайық. Сол абыройлы жолда шығармашылықтарыңызға табыс тілегім келеді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.